Қайырлы күн қазақ елі, сіздермен мен Ернар, қазақтың блогері. Достар, менің видеомды соңына дейін қарауға кеңес беремін. Өмірдегі ең маңызды нәрсе ол уақыт. Уақытты ешқашан кері қайтара алмайсың. Ал сіздер менің видеомды көріп жұмсайтын уақыттарыңызды барынша пайдалы ету үшін мен сіздермен дәл қазір өте маңызды біліммен бөлісетін боламын, достар. Менің өмірлік ұстанымым: білім ал, бәрін біліп ал, білгеніңмен бөліс, және биіктерді бірге бағындар. Достар, мен сіздермен өз білімімді бөліскелі отырмын. Жалпы мен кіммін деген сұраққа жауап беріп кетейін. Менің аты жөнім Сабек Ернар Маратбекұлы, бүгінгі таңда блогермін және Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 3-ші курс студентімін. Жалпы осы күнге дейін өзімді дамытып, көптеген кітаптарды оқып және оларды амалға асырып, практикалық жүзінде қолданып жүрген студентпін. Жалпы балалық шағымнан еңбекке араласып өстім. Кішкентай күнімде егістікке поляға яғни шығып еңбек еттім. Одан соң әкеммен бірге газ саттым. 6-7 сыныптарда фотоға түсіріп, мектептегі іс-шаралар, тәрбие сағаттарды, ашық сабақтарды, әртүрлі жарыстарды сөйтіп ауданның орталығына шығарып келіп, үстіне ақша қосып, сатып, кішігірім бизнес жасадым. Одан өсе келе мектепте белсенді активисттердің бірі болдым. КВН жарыстарына қатыстым. Былайша айтқанда әртүрлі жарыстарға қатысып, өзімді шыңдай бердім. Ал бүгінгі таңда 3-ші курс студентімін. Студенттік шағымды мен көбінесе бизнеске арнап жатырмын. 1-ші курстан бастап нан саттым, құрт саттым, кітап саттым, және де одан соң бильярд спорт клубын аштым өзім үйден. 2-ші курстан бастап мен Қытаймен бизнес жасадым. Қытайдан тауар алдырып, соны үстіне қосып, ақша қосып, онымен саудамен айналыстым. Ал 3-ші курсқа келген кезде Алланың қалауымен қазақ тіліне Ник Вуйчич есімді мықты тұлғаның өмір жолын баяндайтын кітапты аударып, соны бүгінде сатып жатырмын. Және де бірнеше қосымша бизнестерім бар, және де осы ютубта, инстаграмда жалпы блогер ретінде пайдалы ақпараттармен бөлісіп тұрамын. Сол себепті достар, мен өзімді дамытып жатырмын және сіздердің де өздеріңізді дамытқандарыңызды қалаймын. Сол себепті менің видеомды соңына дейін қарауға кеңес беремін, достар. Жалпы бүгінгі видеоның тақырыбы ол қалай кемел тұлға болуға болады. Жалпы кемел тұлға деген кім, және де өмірдегі ең маңызды 5 нәрсе. Яғни осы жөнінде қазір сөз қозғайтын боламыз. Жалпы менің қазір бөлісетін білімім, достар, бұл өте үлкен өмірлік маңызы бар білім. Сол себепті мұқият тыңдаңыздар және соңына дейін қараңыздар. Жалпы өмірде ең маңызды 5 құндылық маңызды нәрсе бар. Осы күнге дейін мен оқыған, білген, түйгеннен сондай қорытындыға келдім. Оның дәл қазір рейтингін түзетін боламыз. Яғни 5-еуін 1-ден 5-ке шейін емес, керісінше жалпы рейтингтерді қалай құрастырады, соңынан жоғары қарай құрастырады ғой. Ең соңында 1-ші орынды айтады. Дәл сол секілді 5-шіден бастаймыз. Бізде 5-ші орында жайғасады барлығымыз үшін маңызды болып табылатын студенттер сол үшін білім алып жүр, үлкендер сол үшін азанда ерте тұрып, күн батқанға шейін тірлік жасап жүр. Менің не айтқым келіп тұрған дұрыс түсініп тұрған шығарсыздар. Жастар сол үшін мамандық таңдап, өздерінің болашақтарына алаңдауда. Ол табыс, яғни ақша. Бұл өмірдегі ең маңызды 5 нәрсенің 5-шісі, достар. Ақша, табыс бұл әрқашан маңызды болған. Ақша, табыс бізге саяхаттауға, дұрыс тамақтануға, ата-анамызды шетелге шығаруға, ата-анамызды Меккеге апаруға, қажылыққа апаруға, және өзіміз жақсы өмір сүруге, отбасын асырауға, жақсы киінуге, көп нәрсеге былайша табыстың, ақшаның әсері бар, иә? Сол себепті бұл өмірлік маңызды нәрсенің 5-ші орнында тұр. Ал табыс, ақшадан маңызды 4 нәрсе, олар нелер? Енді соған тоқталайық, достар. Сіздерді де қызықтырып отырған шығар деп ойлаймын. 4-ші нәрсе бізде бұл эмоция. Оның не үшін маңызды екенін дәл қазір түсіндіріп өтемін сіздерге. Жалпы эмоция деген нәрсе ол не нәрсе? Эмоция және оның қасында қарым-қатынас бар. Эмоция деген, достар, бұл көңіл күй.
қуаныш, ашу, ыза, кек, немесе әрқашан көңілді болып жүру, тағы реніш, өкпе, тағы басқа түрлі эмоциялар, қорқыныш осыған жатады. Эмоцияның жалпы не үшін маңызды екенін айтатын болсақ, достар, эмоция адамды кейде өте қиын жағдайға душар етуі мүмкін, немесе кейде адамды үлкен шыңға шығаруы мүмкін. Табыс, қаржы табуға эмоцияның үлкен әсері бар. Себебі көп ақша тауып жатқан, жақсы қаржы тауып жатқан адамдарды қарасаңыздар, олар көңілді, позитивті жүретін және оптимист адамдар. Бүйтіп ашуланып жүретін, қаржы табатын адамдар жалпы өте аз. Көңілді жүретін адамдар тез қаржы табады, өйткені олардың істері былайша айтқанда өнімді болады. Ал қарым-қатынастың қандай маңызы бар? Қарым-қатынас бұл былайша айтқанда адамдармен араласу. Яғни бір адаммен дұрыс қарым-қатынас жасай білсеңіз, оған дұрыс сөйлей білсеңіз, және эмоцияны қолданып оған күліп амандассаңыз, әрқашан оны тыңдай білсеңіз, демек сол кезде сіздің қаржы табуыңыз оңайлайды. Себебі ақшаны төлейтін бизнес болсын, жұмыс болсын, ол адамдар. Сол себепті қарым-қатынасты адамдармен дұрыс жасай білу өте маңызды. Және дұрыс эмоциямен қарым-қатынас жасау. Ашуланып бүйтіп жүрген адамдармен көп адамдар араласа бермейді. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Енді бұл екеуінен де маңызды нәрсе не? Бұл екеуінен де маңызды нәрсе өмірлік маңызды 5 нәрсенің 3-ші орында тұрған бұл, достар, білім деген нәрсе. Білім бұл университетте 4 жыл бакалавриатта оқу, немесе 2 жыл магистратурада оқу, одан соң 3 жыл докторантурада оқу. Тек қана ол емес, тренингтерге қатысу, видео сабақтар қарау, ең бастысы кітап оқу, және де видео сабақтарды қарап, осылай ютубтан пайдалы ақпараттарды алу. Бұның бәрі яғни білім алу. Білім адамның өмірін жақсартады, білім адамның өмірін жеңілдетеді, достар. Сол себепті бұл өмірлік маңызды нәрсенің 3-ші орында тұр. Дұрыс біліміңіз болса, қолыңызда бір нәрсе келіп тұратын болса, эмоция жақсы болса, және адамдармен тез дұрыс қарым-қатынас жасап кете алатын болсаңыздар, ол кезде табыс, қаржы табу ешқандай қиындық тудырмайды, достар. Сол себепті бұл өмірлік маңызды нәрсенің 3-шісі. Бұл тақырыптарға кейін жеке жалпы өте көп тоқталатын боламын, достар. Менің арнамнан ең бастысы подписаться етіп кетпесеңіздер болғаны, достар. Өмірлік маңызды бар 5 нәрсенің 2-шісі бұл денсаулық. Денсаулық бұл өмірдегі ең маңызды нәрселердің бірі. Дәл қазір Қытайда коронавирус тарап жатқанын бәріңіз білесіздер. Ол деген енді Алла сақтасын біздің елімізді, мұсылман халықтарды, жалпы әлемнің халықтарын ондай бәледен аулақ қылсын, Алла тағала. Оны ешкімнің басына тілемейсің. Денсаулық өте маңызды нәрсе, келісесіздер ғой. Сенің білімің бар, магистратураны тапсырсың, ғылыми дәрежең бар, доктор немесе профессорсың, эмоцияң керемет, қарым-қатынасты тамаша жасайсың, табыс, ақша табып жатсың, бірақ денсаулығың болмай тұр. Ішің ауырып тұр, немесе тісің ауырып тұр, немесе басың сынып ауырып бара жатыр. Ондай жағдайда мыналардың ешқандай пайдасы жоқ. Кітап оқыған келіп тұрса, мысалы, тісің ауырып тұрса, сен не оқып, не оқығанын түсінбейсің. Дұрыс қой. Ойың бәрі тісте, тісің мазалап, жаныңды басқанда қинап бара жатыр. Адамдармен қарым-қатынас жасай алмайсың. Бір жерің ауырып тұрса, кіммен сөйлесе аласың, мысалы, ешқандай зауқың соқпайды, солай ғой. Табыс, ақша табуға мүлде зауқың болмайды. Ауырып жатқан адамдар көбінесе жатып демалады, олар жұмыс істеп, бизнес жасап жүрген адамды көрмейсің ауырып жүр. Сол себепті бұл өмірлік маңызы бар 5 нәрсенің 2-шісі. Ал 1-шісі не? 1-шісі бұлардың бәрінен де маңызды. Оның не үшін екенін қазір сіздерге түсіндіріп беремін. 1-ші орында бізде иман деген нәрсе бар. Бұл өте ұлы сөз, маңызды сөз, өмірлік маңызы бар ең бірінші нәрсе деп мен айтар едім. Себебі иман бұл осы өмірдің ғана емес, келесі мәңгілік өмірдің де жалпы соған бастайтын құндылық. Иман бұл ең әуелі Алла тағалаға иман келтіру және оның
пайғамбары Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның оның елшісі екендігіне, пайғамбар екеніне иман келтіріп сену. Және де оның әртүрлі парыздары бар: намаз оқу, ораза ұстау, садақа, зекет беру, қажылыққа бару деген секілді. Одан басқа да имандылықтың түрлері көп. Жалпы имандылықты қарапайым егер тілмен айтатын болсақ, достар, діни тұрғыдан емес. Ол жақсылық жасау адамдарға, мейірімділік таныту, қайырымдылық жасау, ешкімді алдамау, өтірік айтпау. Яғни бүкіл өмірдегі жақсылықтардың барлығы осы имандылықтан туындайды, достар. Менің өз YouTube арнамда әртүрлі видеолар түсіріп, технологияға байланысты білімдерді бөлісіп жатқанның себебі осы имандылықтан келіп шығады. Себебі сіздермен пайдалы білім бөліссем, жақсы ақпарат беретін болсам, онда мен үшін ол жақсы. Дұрыс қой, ол сіздер үшін одан да жақсы. Себебі сіздердің өмірлеріңіз өзгерсе, мен қуанышты боламын, достар. Бұл, яғни жақсылық жасау деген сөз. Осы 5 нәрсені, достар, егер дамытатын болсақ, біздің өміріміз Алла тағала бұйыртса, иншалла, керемет жақсарады деп ойлаймын. Және де ең маңыздысы, осы 5-еуі дамыған кезде бізде кемел тұлға пайда болады. Осы 5-еуін мықтап дамытылған адам нағыз кемел тұлға сол. Достар, осыны пайдалы біліммен бөліскеніммен сіздерге бергеніме өте қатты қуаныштымын. Осы соңына дейін қарап отырған қандастарым болса, шексіз ризамын. Және де осы бағыттар бойынша, құндылықтар бойынша алдағы уақытта әлі көптеген білімдермен бөлісетін боламын, Алла бұйыртса. Сол себепті каналға жазылып қойыңыздар, достар. Және де өздеріңіз шын жақсы көретін, шын жандарыңыз ашитын достарыңызға, туған туыстарыңызға, ата-аналарыңызға, таныстарыңызға осы видеоны жіберіп қоюларыңызды өтінемін. Себебі менің басты мақсатым ол өзімде бар білгенмен бөлісу, биіктерді бірге бағындыру, және ең бастысы қандастарымды бақытты болуына көмектесу, достар. Және өзімнің жолым арқылы үлгі көрсету деп айтсам да болады. Сонымен көп созбайық, достар, уақыт деген кетіп жатыр. Бірақ осы видеоны көруге жұмсаған уақыттарыңыз босқа кеткен жоқ деген ойдамын. Видео пайдалы болса, тағы да ескертемін, каналға тіркеліңіздер, және де лайк басып пікір жазуды да ұмытпаңыздар, достар. Және өздеріңіздің жақындарыңызға тарата отырыңыздар. Жақсылықты бөліссең, білімді бөліссең, тек қана көбейеді дейді, достар. Осы принципті ұстанайық. Сіздермен бірге болған мен Ернар, қазақтың блогері. Келесі сабақта жүздескенше, достар.